Үнсіз күн оянды нұрына. Мен Жаңаөзен мектеп гимназиясының 2-ші В сынып оқушысы Тикаева Арунамын. Қазіргі карантинге байланысты үйде құр жатпай, ата-анамызға көмектесіп, қолымыздан келгенше әртүрлі тәттілерді дайындайық. Мен қазір сіздерге ас мәзірін көрсетемін. Отанына ұлыңды, қызыңды оят. Қобызыңның үні де мұңсыздау бүгін, қымбат тас гүлі де отаным менің. Байрағыңа қыран бақ қондырған халқым, тасқа жазған таңбалы өткен тарихым. Тауларда даласы, өзен көлдері, керемет қой қарашы отаным менің. Елімнің жерімнің байтағым, мақтана қайтамын айтамын. Желбіреп биікте байрағым, жаса отан. Бар әлем таңдана сүйінген қот мекен. Ал достар, біздің көктем салатымыз дайын. Бауырдан үйім сен, Қазақстан, отаным менің. Қол ұстасып барады, әне қос ғашық, бір жүректей соғады, жүз ұлт достасып. Арманы бір жиылған егемен елім, жұдырықтай жұмылған отаным менің. Елімнің жерімнің байтағым, мақтана қайтамын айтамын. Желбіреп биікте байрағым. Біздің апельсин шырынымыз дайын болды. Сіздерге ұнады ма? Медина, саған ұнады ма? Иә. Ал достар, біз қазір тікелей эфирде сүтті қыстырдан әзірлейтін боламыз. Оған керекті заттар: жұмыртқа, ұн, қопсытқыш, сары май, кілегей, қойытылған сгущенка, торттың бетін әрлендіруге арналған ұсақтар, қант ұнтағы және де басқа құралдар. Жаса отан. Бар әлем таңдана сүйінген. Әйгерім, мұналарды не істейміз? Дайын болған қамырларымызды 180 градуста қыздырылып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Ал достар, біздің сүтті қыз тортымыз дайын болды. Енді оның үстін кремден мен басқа да заттармен безендіріп әрлейміз. Ендеше кеттік. Қот мекен бауырдан үйім сен, Қазақстан, отаным менің. Жағып болды. Енді тортымыздың бетіне арнайы кондитерский ұсақтарымызды себейміз. Достар, енді мен үй тапсырмасын бір рет қайталап алайын. Сіздерге қай тағам ұнады, соны пісіріп көріңіз. Атқан сайын ақтаңым, көркейе бер. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Құрметті қазақ елі, баршамыз заңға бағынып, індетті бірге жеңейік. Біз үйдеміз, Біз біргеміз. Көркейе бер отаным менің.